Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер? Студияда жаңалықтар. Бүгінгі жаңалықтар легімен таныстыратын мен Тоқтаболат Аяжан. Бүгінгі жаңалықтарда көретіндеріңіз: жетістіктер айдары, бірге таза Қазақстан айдары, махаббат пен шығармашылық педагогикасы айдары, мақсұтым тіл тартып өнер шашпақ айдары, қызықты химия айдары. Жібек жолы мектеп-лицейінің бастауыш сынып оқушылары халықаралық пони байқауына қатысып, жүлделі бірінші орынды бір оқушы, екінші орынды 26 оқушы, үшінші орынды 3 оқушы иеленіп, дипломдармен марапатталды. Халықаралық байқауға жүлдегерлерді сапалы дайындаған жетекшілері: Қожагелдиева Пернекүл Молдатаевна, Момбекова Айкен Тоқтасыновна, Шапкина Надежда Николаевна, Ибашева Қаламқас Есеновна, Эррих Инна Владимировна, Жуманияз Айгүл Жуманиязовна, Алтыбаева Вақыт Қайратовна, Дятчина Наталья Ивановна дипломдармен марапатталды. Құттықтаймыз! Шу қаласы Жібек жолы мектеп-лицейі президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауындағы экология және биологиялық әркеліктілікті қорғау бөлімінде сөз етілген мектептер мен жоғары оқу орындарында өскелең ұрпаққа экологиялық тәрбие беру ісіне назар аудару тапсырмасы негізінде 2021 жылдың 10 ақпанында Жібек жолы мектеп-лицейінде бірге таза Қазақстан тақырыбындағы экологиялық семинар өтті. Семинардың мақсаты оқушылардың сабақтан бос уақытында шығармашылық жұмыспен айналысып, уақытын тиімді пайдаланудағы үйірме жұмыстарын түсіндіру. Іс-шарамызға қонақ болып, аудандық білім бөлімінің басшысы Жинақбаева Мұбарак Қасымовна, нағыз патриоттар, қоғам бірлестігінің мамандары, Шу қаласының бірқатар мектеп директорлары мен қамқоршылық кеңес төрайымы Гүлнар Бейімбетова қатысты. Мектеп-лицейіміздің экобақ жасанды оранжереясы, экологиялық пост, қалдық заттардың екінші өмірі, IT сыныбы, геоақпараттық технологиялар жүйелері орталығына саяхат жасап, үйірме жетекшілері мен оқушылары таныстырылым жұмыстарын жүргізді. Екінші бөлімі экологиялық мұражай. Мұражайдың ашылуымен мектебіміздің директоры әрі география пәнінің мұғалімі Жангарашева Ардақ Төлепбаевнаның жобалау технологиясы авторлық бағдарламасы, Зәуре Валиева, Мақпал Омарова, Еркемай Айтмахамбетованың биотехнология тақырыбындағы авторлық бағдарламалары, тұсаукесер рәсімдері аудандық білім бөлімінің басшысы Жинақбаева Мұбарак Қасымовна мен қамқоршылық кеңес төрайымы Гүлнар Бейімбетоваға табысталды. Саз әлемі, ритмика үйірме жетекшілерінің дайындаған музыкалық тартуларын тамашалады. Дарынды оқушылар мен жетекшілері қадірлі қонақтардың қолынан марапаттау дәстүрге айналған. Осы дәстүр бойынша 2020-2021 оқу жылында түрлі байқаулардан жетістікке жеткен оқушыларымыз қонақтар қолынан марапатталды. Семинар соңында лицейдің ұстаздары бірге таза Қазақстан экологиялық акциясының жалғастыру мақсатында Шу аудандық мектептеріне челлендж жолдады. 2021 жылдың 8 мен 12 ақпан аралығында Жібек жолы мектеп-лицейі бойынша өзін ұстану, махаббат пен шығармашылық тақырыбында іс-шаралар жоспары бекітіліп, жоспарға сәйкес жұмыстар жүргізілді. 9 мен 12 ақпан аралығында 5 пен 6 сынып оқушылары мен пән мұғалімдері Жұманбаева Жаңыл, Шәуенова Шарбану және Ноғайбай Аралым жүрегімен тыңда атты ашық сабақтарды Zoom платформасы арқылы онлайн өткізді. Өзін ұстану пән мұғалімдері Жұманбаева Жаңыл, Шәуенова Шарбану 6 сынып оқушылары мен жақсылықтың нұры шығармашылық жобаларын видеоролик ретінде ұсынды. Мақсаты оқушыларды қайырымдылыққа, кішіпейілділікке, үлкендерді сыйлауға, жақсылық жасай білуге үйрету. Жақсылық жасай білуге, жақсылық жасап үйренуге, өзін және айналасын сүюге тәрбиелеу. Мен сіздерге жақсылық менен басталады тақырыбында әңгімемді айтып берейін. Біз әкеммен екеуміз сенбі күні бақша отырғыздық, көшет отырғыздық, жер қаздық, көптеген көкөністерді отырғыздық. Мысалы, құлпынай, қызанақ, сарымсақ, пияз, картоп, малина отырғыздық. Тағы да жемістерді қарақат ағашы, алма ағашы, өрік
Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Қазақтың ең орныққан маңызды қағидасының бірі үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету. Ұрпақтарға ең үлкен тәрбиені де осы бір ауыз сөзбен бойына сіңірген. Үңіліп қарасақ, бұл сөзде философия жатқан сияқты. Өзімізден үлкенді құрметтесек, өзімізден кішіге иіліп, ізет көрсетсек, адамзатты сыйлаған, бәрімен жақсы қарым-қатынаста боласың. 2 мен 4 сынып оқушыларымен 9 ақпан күні «Мен бақытты баламын» жомарт жүрек атты фотосуреттер көрмесі ұйымдастырылып, мақтау қағазымен марапатталды. 8 мен 12 ақпан аралығында әлеуметтік педагогы Ноғайбай Арайлым қайырымдылық жаса атты жетім ата-аналардың қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған акция ұйымдастырды. Мектеп кітапханашысы Гүлзира Атабаева өзін-тану рухани адамгершілік білім беру бағдарламасының авторы туралы «Мейірім төгетін ана» атты кітаптар көрмесіне бастауыш сыныптармен бірге саяхат жасады. Өзін-тану пән мұғалімдері Жұмагулова Гүлзат Сенбаевна мен Ордабаева Ризат Равшановна 5 пен 9 сынып оқушыларымен жүрегімен тыңда атты эссе жазу байқауын ұйымдастырып онлайн өткізді. Ақпан айының 1-ші жұлдызы мен 26-ші жұлдызы аралығында мектебімізде лингвистикалық пәндер әдістемелік бірлестігінің айлығы жоспарланып, мектеп директорымен бекітілді. Тақырыбы жаңартылған білім беру мазмұны негізінде оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту. Мақсұтым тіл ұстарып өнер шашпақ тақырыбында Айнұр Мамырбаева мен Назгүл Абдыманапованың ұйымдастыруымен 5-ші және 9-ші сынып оқушылары аралығында лингвистикалық пәндер әдістемелік бірлестігінің айлығының ашылуы болды. Қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілі пәнінің мұғалімдері арасында тіл ұлттың басты негізі тақырыбында ақын жазушыларымыздың тіл туралы даналық сөздерінің шеруі ұйымдастырылды. Қайран тілім, құрып кете жаздадың, азба сенің 70 жылдай азғаның. Қасиетті тілім барда мен бүгін талай елге танымал болып қаламын. Әдебиетін сыйламаса, бағаламаса, оны сауатты, мәдениетті адам деп санауға болмайды. 5-ші және 7-ші сынып оқушыларымен Бошанова Динара мен Жиренбаева Камшат өмірі аңыз өзі абыз тақырыбында Жамбыл Жабаевтың туғанына 175 жыл толуына арналған сыныптан тыс іс-шара өткізді. Іс-шара барысында ақынның өмірі туралы мәліметтер беріліп, ақынның өлеңдерін жатқа айтты. Сонымен қатар Құлманбет пен Жамбылдың айтысын сахнада көрсете отырып, ақынға арналған арна өлеңдерін арнады. 8-10 сынып оқушыларымен Адамбекова Ләйлә Тоқмұғамбетовна «Поэзия меніменен егізбедің» атты поэзия сағатын өткізді. Сонымен қатар ашық сабақтарымыз да назардан тыс қалмады. Атап айтсақ, 11-ші А сыныбымен Мұрзақұлова Сымбат Амировна қазақстандық өнер табыстар тақырыбында қазақ тілі пәнінен офлайн сабақ өткізді. Сабақ белсенді әдіс тәсілдерді қолдана отырып жоғары дәрежеде өткізілді. 7-ші А сыныбымен Бошанова Динара Қонысбековна қос бәйтерек достығы тақырыбында қазақ тілі пәнінен өте қызықты сабақ өткізді. 8-ші Б сыныбымен Бегалиева Гүлжан Тастановна Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ия» повесіндегі маңызды эпизод тақырыбында әдебиет пәнінен сабақ өткізді. 9-ші Б сыныбымен Мамырбаева Айнұр ағылшын тілі пәнінен наурыз тақырыбында офлайн сабақ өткізді. 6-ші А сыныбымен Жиренбаева Камшат Диханбековна тұңғыш олимпиада чемпионы атанған қазақ тақырыбында қазақ тілі пәнінен онлайн сабақ өткізді. 5-ші Б сыныбымен Сейделдаева Құралай Сарқытовна Past Simple Questions and the Negative Forms тақырыбында онлайн сабақ өткізді. 5-ші В сыныбымен Елубаева Гаухар Айткуловна Менің тәуелсіз Қазақстаным тақырыбында қазақ тілі пәнінен онлайн сабақ өткізді. 4-ші А сыныбымен Мұратова Айсәуле ағылшын тілі пәнінен онлайн сабақ өткізді. Бегалиева Гүлжан Тастановнаның мұғалімдермен топтық жұмыстың оқушы белсенділігін арттырудағы рөлі тақырыбында семинар коучинг өткізді. Кобец Нина Николаевна пән мұғалімдермен инновационные методики обучения в условиях до тақырыбында шеберлік сынып өткізді. Харкова Светлана Петровна пән мұғалімдермен
Some simple questions and negative forms тақырыбында шеберлік сынып өткізді. Оқушылардың шығармашылығын шыңдап, бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында мектебімізде үйірме жұмыстары жүргізілуде. Соның бірі жас химик үйірмесі. Жетекшісі Байтанаева Динара. Бүгінгі қызықты химия айдарында 8-ші сынып оқушысы Атагелді Дильнур көп қабатты сұйықтық тәжірибесін ұсынады. Сәлеметсіздер ме балалар? Қызықты химия айдарына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен көп қабатты сұйықтық атты тәжірибені жасайтын боламыз. Бұл тәжірибені жасау үшін бізге қызанақ шырыны, өсімдік майы және жасыл түске боялған спирт қажет болады. Ең алдымен біз осындай цилиндрге қызанақ шырынын құятын боламыз. Келесі бізде өсімдік майы. Және үшінші спиртті қосамыз. Міне бізде осындай көп қабатты сұйықтық шығады. Неге көп қабатты болды? Себебі бұл жерде үш сұйықтықтың тығыздығы әртүрлі. Тығыздық әртүрлі болғандықтан олар араласып кетпейді. Осындай қызықты айдар сендерге ұнады деп ойлаймын. Сау болыңыздар. Шу қаласы Жібек жолы мектеп-лицейінде 2021 жылдың 15 ақпанында ауған кеңес әскерлерінің ауған жеріне шығарылғанына 32 жыл толуына арналған бірыңғай сынып сағаттары жауынгер біздің мақтанышымыз тақырыбында өткізілді. Оқушыларға ауған соғысы жайлы толық мәліметтер беріліп, өз отанына шексіз берілген патриоттық рухы жаңғары, қайсар жауынгер ағалардың ерлігін үлгі ету болды. Ауған соғысында опат болған жауынгерлердің рухына тағзым етуге, есімдерін қастерлеуге тәрбиелеу, оқушыларға патриоттық тәрбие беру мақсаты көзделді. Ауған қаһармандарын қадірлеп, құрметтеп, рух жасампаздығымен жаңартайық. Көрермендер, осымен апта жаңалықтары тамам. Аман саулықта кездесейік аман.